Алматы технология экономикалық колледжі қазақ тілі сабағы. Сабақтың тақырыбы спорттың адам өміріне пайдасы. Грамматикалық тақырып мәтіндегі сөйлемдердің орын тәртібі. Балалар, ең алдымен сұрақтарға жауап беріп, өз ойларыңызбен бөліссеңіздер. Бірінші сұрақ. Спорт көңіл-күйді көтеріп, өз-өзіңді көңілді сезінуге көмектеседі деген пікірмен келісесіздер ме? Екінші сұрақ. Күйзелісті жоюға әсер ететін қарапайым жаттығулар бар екенін білесіздер ме? Осы сұрақтарды оқып, осыған өз ойларыңызды айтыңыздар. Ең алдымен балалар, осы адам ағзасына зиянды заттарға тоқталайық. Бірінші, темекінің ағзаға әсері. Темекінің адам ағзасына тигізетін әсері, біріншіден өкпесі ауырады, екіншіден тыныс алу мүшелеріне зиян, қан тамырлары тырыстырады, жазылмайтын жара пайда болады. Адам өмірі қысқарады. Келесі, бұл арақтың адам ағзасына тигізетін әсері. Дененің жылуы төмендейді. Ағзаның іс-қимылы өзгереді. Жүйкеге әсер етеді. Жүректің соғысы әлсірейді. Тыныс алуы баяулайды. Енді спорттың адам өміріне пайдасы өте зор екен, балалар, білеміз. Соның бірнешеуіне тоқталып кетейік. Оның біріншісі жүгіру. Бұл бұлшықетпен байланыстырушы жүйенің барлық бөлігі жұмыс істейтін қарапайым және тиімді дене жаттығуы. Сонымен қатар адам денесінің буындары да жүгіру кезінде пайдалы жүктеме алады. Жүгіру қан айналымды арттырады және көптеген жүрек ауруларының алдын алады. Велосипед. Аяқ бұлшықеттері жүрек пен өкпені күшейтетін спорттың түрі. Велосипедпен жүргенде біздің өкпеміз толық күшпен жұмыс жасайды. Нәтижесінде оттегі қанға барып, ары қарай миға жеткізіледі. Келесі, балалар, спорттың түрі жүзу. Малту барысында иық пен жамбас буындары күшейеді. 10 минут ішінде 60 калория жанып кетеді. Өйткені жүзу кезінде көп күш жұмсалады. Келесі, теннис. Зерттеулерге сәйкес, ол ағзаға ең үлкен пайда келетін спорттың түрі. Бұл ойын кезінде өкпе мен бұлшықеттер үнемі жұмыс істеп отырады. Келесі, балалар, волейбол. Адам бойынан биікке ілінген тордан асыра доп лақтыру адамның сіңірлері буындарын нығайтып, дене бітімін өңдеп, көзбен шамалау қасиетін дамытып, шапшаңдықты жақсартады. Келесі, балалар, аэробика. Оның ішіне жүгіру, би және гимнастика кіреді. Аэробика жүрек тамыр ауруының болу мүмкіндігін төмендетеді екен. Келесі, балалар, мұқият қараңыздар. Мәтінді оқып, мәтіндік зерттеу жүргізейік. Бірінші, мәтіннен негізгі ойды табыңдар. Екінші, мәтінде қандай тосынсый кездеседі. Үшінші, мәтіннен шығатын өмірлік қағида қандай. Төртінші, бұрыннан таныс және таныс емес ақпараттарды белгілеңіздер. Ал енді, балалар, мәтінге көңіл аударайық. Саламатты өмір салтын ұстанып, түрлі аурудың алдын алуға болатынын білесіз бе? Ауыр күйзеліске ұшыраған Клер есімді аурудың қиындықты қалай жеңгені туралы ғаламтор желісінде жарияланған еді. Ол емдеу курсынан толық өткен соң өзінің өмірін түбегейлі өзгертуге бел буады. Клер өмір бойы дәрінің күшімен жүрген, оған дофамин және серотонин жетіспеді. Өрімдей қыз бұл дерттің алдын алатын басқа амалдарды қарастыра бастады.
Бірде әйгілі Гиппократтың күйзеліс жайлы жазбаларын оқиды. Гиппократ депрессиядан құтылу үшін жүзумен айналысуды, күн сайын жүгіруді, жалпы спортпен шұғылдануды әдетке айландыру керектігін жазған. Спорт көңіл күйді көтеріп, өзіңді көңілді жүруге көмектеседі. Өйткені жаттығу барысында эндорфин гормоны көптеп бөлінеді. Оны бақыт гормоны деп те атайды. Ол адам жанын тыныштандырып, рахаттандырады. Жүгіру мен жүзу де өте пайдалы. Спортпен шұғылданатын адамдар өзінің денесін жақсы көре бастайды. Денсаулығына мән береді. Міне, осындай күнделікті жаттығудың арқасында Клер өзінің ауруымен мәңгілікке қош айтысты. Қазір Клер спортты өмірлік серігіне айландырып, ауруын ұмытқан. Мұндай жағдай бәріміздің де басымызға тууы мүмкін. Сондықтан спортпен айналысып, саламатты өмір салтын ұстаған жөн. Олай болса, балалар, осы мәтінді оқи отырып, басында берілген 4 сұраққа жауап береміз. Енді балалар, бағанағы бізде айтылған грамматикалық тақырып мәтіндегі сөйлемдердің орын тәртібі. Қазақ тілінің синтаксистік мүмкіндіктерін дұрыс пайдаланып, әртүрлі ойға сәйкес етіп, алуан түрлі сөйлемдер құрай білу тіл шеберлігін қажет етеді. Адамның басқаға хабарлайтын пікірі жеке сөздермен шектелмейді. Ұласа айтылған сөйлемдер қатармен тиянақталып тұрады. Сондықтан сөйлемдер арасы өзара дұрыс құрылуы тиіс. Сонда ғана тыңдарман, не оқырман, сөйлеушінің, не жазушының ойын түсініп, не айтпақ болғанын ұғады. Енді қарасаңыздар, балалар, қате қолданыс қызыл мен жазылып тұр, қызыл түспен, дұрысы қарасаңыздар, көк түспен жазылып тұр. Бірінші қате қолданысты оқимын, мән беріңіздер. Жас кезінен асық атып, атқа мініп, теңге іліп, бәйгеге шауып, күреске түсіп, өскен ата-бабамыздың шымырда шыныққан, епті де икемді болғанын білеміз. Бұған дәлел қазақтың спорттық ойындары. Қазақ халқы ерте кезден бала тәрбиесіне, баланың ақыл-ойының, дене бітімінің дұрыс қалыптасуына ерекше көңіл бөліп отырған. Енді балалар, бұл қате қолданыс. Енді осы сөйлемнің өзінің дұрыс қалай қолдану керектігін оқимын, мән беріңіздер. Қазақ халқы ерте кезден бала тәрбиесіне, баланың ақыл-ойының, дене бітімінің дұрыс қалыптасуына ерекше көңіл бөліп отырған. Бұған дәлел қазақтың спорттық ойындары. Жас кезінен асық атып, атқа мініп, теңге алып, бәйгеге шауып, күреске түсіп, өскен ата-бабамыздың шымырда шыныққан, епті де икемді болғанын білеміз. Міне балалар, сөздегі, яғни біздің сөйлемнің, яғни біздің дұрыс қолданылуы қалай екеніне мән беріңіздер. Тапсырма сіздерге. Ғылыми көпшілік тілдік құралдарын орынды қолданып, жас өспірімдердің спортпен айналысуы туралы нұсқалық жазыңыздар. Келесі, дендерің сау болу үшін күнделікті спортпен шұғылдану міндетті ме? Яғни балалар, жұптаса отырып сұхбат құрамыз. Үйге тапсырма. Мұқият қараңыздар. Өз өміріңді сақтау, өзіңе деген жауапкершілік тақырыбына дискурсивті эссе жазыңыздар.